Сіздерге трендолдың ішінен қай заказ беру керек екенін көрсетемін. Мысалы, сізге на сумкаға заказ бергіңіз келсе, осылай көріп аласыз. Астың жағында расцветкалары шығып тұр. Қай светі ұнайды сізге? Осы свет ұнап тұрған болса, осынан себет акыларым дегенді басасыз, яғни бағасы 149 лира. Бағасын қалай теңгеге айналдыру керек екен сізге алдыңғы видеода көрсеткен болатынмын. Сол арқылы теңгеге айналдырып аласыз. Себеті 10 лира дегенді басасыз, яғни осы сумкаға біз заказ беріп жатырмыз. Мына жерде общий суммасы шығып тұр 164 лира деп. Себет 10 лира дегенді басасыз. Мына жерде карго инэкспорт деп жазылып тұр, яғни Турциядағы заказымыз біздің инэкспортқа барып түседі, сол жаққа барып береді, сол жақтан Қазақстанға қарай келетін болады сіздің товарыңыз. Мұнда бұл жерге енді төлемді жазамыз. Ескертетін жайт, Каспий Голдты қабылдамайды трендол. Халық банк немесе Форте банкті, Жусан банкті тіркеуіңізге болады. Мысалы ретінде өзімнің картамды жазып көрсетейін сіздерге. 6397, яғни 16 цифраңызды жазасыз. 1762 8 деп жазамыз. Ертең картаның жарамдылық мерзімін көрсетесіз. Мына жаққа CVC кодыңыз қандай, соны жазасыз. Барлығына галочканы осылайынан қойып шығасыздар. Сіздің төлейтін ақшаңыз мына жерде 164 лира деп шығып тұр. Және CVC кодыңызды барлығын жазған екен, барлығын бір тексеріп шығыңыздағыны. Онола ветер дегенді осыны басасыз. Сол кезде сіздің заказыңыз жіберілетін болады.